Сәлем балақай, ағылшын тілі балаларға курсының екінші сабағына қош келдің. Бүгін ағылшын тілінің келесі 5 әрпін өтеміз. Өткен сабақты оңай меңгердің деп сенемін. Қазір мен келесі 5 әріпті шығарам ағылшын тіліндегі. Ал енді назар аударайық. Бірінші әріп D әрпі. Сәл жарылыспен айтылады. Яғни ауыздағы жарылыс деген сөз, мысалы салыстырып көр, қазақ тілінде доп, дала, дархан, дастархан деген сөздердегі д деген әріпте ешқандай жарылыс жоқ. Яғни д деп айтамыз, ал ағылшын тілінде ол әріпті д деп айтамыз. Яғни мына әріптің аты D. Келесі әріп E. H, N, P. Басынан бастап айтайық. D, E, H, N, P. Енді осы әріптен келетін сөздер. Cap, бас киім, кепка. Қысқы бас киімді де a cap деп айтуға болады. Hat, шляпа. Және a pen. Арғарай әріптердің дұрыс дыбысталуына назар аударайық. Мен әріп пен дыбысты қатар оқиын. Мынау әріп бізде H деген әріп. Бұл бізге деген дыбыс береді. Мысалы, терезеге қырау қатып қалған болса, біз оны демімізбен жылтамыз. Демімізбен бүйтіп дейміз де жылтамыз. Тура сондай дыбыс деп айтылады. Кейде тіпті естілмей де қалады. Яғни біздің қазақ тіліндегі хат, хабар дегендегі х емес бұл. Бұл гаухар, қаһарман дегендегі жеңіл айтылатын дыбысы. Келесі И әрпі, дыбыс ә. Бұл дыбыс орыс тілінің деген жуан дыбысы бар. Экскаватор, элеватор деген сөздерде келетін. Және қазақ тіліндегі деген жұмсақ, жіңішке дыбыс бар. Елтаңба дегендегі. Сол екі дыбыстың ортасындағы дыбыс, яғни тым жұмсақ та емес, тым жуан да емес. Мысалы, pen. Келесі әріп N, дыбыс Н. Тіліміз жоғарғы тісімізге тиіп тұрады, және дыбыс мұрнынан шығады. Н. Келесі әріп D, дыбыс Д. Келесі әріп P, дыбыс П. Ал енді осы сөздердің дұрыс дыбысталуын бірге оқып көрейік. Қазір мен сізге сөздердің транскрипциясын көрсетем. Ал сіздер оны оқып көріңіздер. Сіздерге көрініп тұр ма? Көрініп тұрған жоқ сияқты. Қайтадан көрейін. Сонымен мына жерде сөздің жазылуы, ал мынау 4 бұрышты жақшаның ішінде біз сөздің оқылуын қараймыз. Мынау дыбыс бізде К, П. Енді бәрін қосып оқиық. A cap. Кепка. Келесі сөз бізде мынау жазылуы, мынау оқылуы. A
H, at, hat, a hat. Әйелдің де, ер адамның да шляпасын a hat деп айтады екенбіз. Келесі сөз бізде a, n, a pen, қалам. A, n, a hen, тауық. And, қатты емес, and және деген сөз. Мысалы, a pen and a hen, a hat and a cap. Бүгінгі сабағым сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.